Біздің қонақжай студиямыздың алғашқы қонағы да келді. Таныс болыңыздар, Бауыржан Қадырханов, нөмір 28-ші IT мектеп лицейінің 10-шы сынып оқушысы. Қош келдің, Бауыржан. Бауыржан, мінекей бізге тізімін берген екен, қандай байқауларға қатысып, қанжығасы, қандай жүлделермен майланғандығын мен бір айтып шығайын. Тоғызқұмалақтан Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне үміткер, облыстық көшбасшы 2018 жастар сыйлығының жас ұлан ұйымының үздік көшбасшы номинациясының жеңімпазы. Тоғызқұмалақтан Қазақстан Республикасының чемпионы. Ары қарай Шалқар өзің. Тағы да жалғастыра берейін. Ертаев атындағы кадет сыныбының үздік командирі болып, Батыр Шапағаты Бауыржан медаліне ие болған. Және де қоян-қолтық шайқас спортынан облыс жеңімпазы, қызыл белдеуші егері. Және халықаралық арифметика турнирінің бірінші орын егері Қадырханов Бауыржан Жанатұлы. Енді Бауыржан, осыншама жетістігіңді, осыншама ие болған марапаттарыңды айтып жатырмыз. Сен біреуіне тоқталсаңшы. Қалай барлығына үлгеріп жүрсің? Сабақ бар дегендей, математика, тоғызқұмалақ тығыз байланысты ғой, онымен қоса спортты қатар алып жүрсің. Жалпы. Мен 5 жасымнан бастап өте арманшыл балалардың бірі болам. Сол мен өзім 3 сфераға негізінде мақсат қойғам. Денсаулық жағынан, білім жағынан және интеллектуалды жағынан. Ең бірінші жолымда осы тоғызқұмалақтан басталған болатын. Осы 2014-2019 жыл аралығында осы тоғызқұмалағымды дамытып, кандидат мастер спорта деген атақ алып, кейін осы тоғызқұмалақтың жалғасын арифметикадан көрдім. Арифметика екеуі бір-бірімен байланысты болғаннан кейін халықаралық деңгейге шығып бірінші орынға ие болдым. Содан кейін денсаулығымды да дамытқым келді. Ол жерде спорт жағынан болды. Ол қоян-қолтық шайқас деп аталады. Ол жерде облыс, аудан жарыстарға шығып, кейін қызыл белдеушіге ие болған болдым. Осы ал ең кішкентай кезден бастап болғым келген адам, ол генерал болғым келген. Кішкентай кезде арманымыз болады ғой. Содан мен кадет сыныбына кірген болдым 6-шы сыныпта. Сол кадет сыныбында білім жағынан, спорт жағынан ең үздіктерді жинаған болдым. Соның арасынан мен үздік командир болып шықтым. Себебі мен тәжірибем көп болды. Әкем әскери қызметкер, полковник болғаннан кейін содан бірінші мүмкіншіліктерді көріп білім алған болдым. Содан кейін мені үздік командир ретінде санап, осындай Батыр Шапағаты Бауыржан деген медаль табыс еткен болды маған. Керемет. Қазір жасым 16-да, иә? Иә. Төстегі 15 жаста. Медальдарды қарасаң ешқандай керемет, иә? Енді әлде кішкентай саған медальдарың бір жаққа қарай бейт алып кетті. Бір жаққа қарай тарт кетіп, жолда келген кез бір жаққа бейт. Енді Бауыржан, осындай жетістіктерге жетіп жатсың. Ненің арқасы деп ойлайсың? Ол ең бастысы еңбектің және табандылықтың арқасы деп ойлаймын. Қаншама жол өстіп 5 жыл уақыт аралығы кетті. Ол өте үлкен аумақта 4-9 сынып арасында бірнеше мұғалімдерге бардым, бірнеше жарыстарға шықтым. Аудан, облысқа шыққаннан кейін, орын алғаннан кейін барып, республикада ақырын көріне бастадым да, тәжірибе жинап, содан кейін орын алып, халықаралық деңгейде үздік спортшы болып жатырмын. Табандылық деген сөзінен әскери қызметкердің ұлы екені көрініп ақ тұр, иә? Енді тоғызқұмалаққа деген қызығушылық әуел баста қайдан пайда болды? Тоғызқұмалақ. Жалпы мен өз жолымды Шығыс Қазақстан облысында бастаған болдым, Семейде. Сол кезде әкем мені оқушылар сарайына апарған кезде тоғызқұмалақ маған ерекше көрінген болатын. Ерекше болды? Ешқашан мен оны көрмегем, естімегем. Осы тоғызқұмалақ деген не екенін көрейінші деп өзімде бір сондай ынта болған. Содан кейін соған қатысып, Леонид Борисович деген кезінде мұғалім болған. Соған қатыстым. Сол жерде жолым бастадым. Кейін осы Алматы облысынан жалғастырдым. Сарыөзек, осы Талдықорған қаласының. Қазір тұрақты жаттықтырушың бар ма? Иә, қазір тұрақты жаттықтырушым осы жақта бар. Енді болар баланың бетін қақпа, белін бу дейді. Ата-ананың көзқарасы қалай? Ата-анам жалпы. Енді жан жақта жүрсің, бірде анау қоян-қолтық, спортмен жүрсің. Bir жағынан өнер, бір жағынан білім. Таңда деп айтпай ма? Иә. Мен жалпы балалардың әр жаққа әр қалай көзқарасы көп қой. Мен жан жаққа қатысқаным керісінше ата-аналарыма жақсы сияқты. Себебі мен осы жан жаққа қатысқаным арқасында
осының бәрін бір документке жинап, осы көшбасшы номинациясына өзімді ұсынған болатын. Осы Алматы облысының әкімі кейін маған өстіп өзің естіп біліп ұсындың ба көшбасшыға, жоқ әлде біреу кеңес берді ма осы сен берсең? Осы анам көрді де, осы көшбасшы 2018-ге неге қатыспасқа деді маған. Содан кейін бірнеше жетістіктерім бар, қаншама осындай. Яғни анаңның айтқан сабақ үлгерім. Анаңның айтқан ұсынысымен бір жағынан тілегін орындады. Орындады. Жарайсың. Сабақ үлгерімі қалай? Математикада жақсы екеніңді түсіндік енді сөзсіз. Басқа гуманитарлық пәндер? Негізінде сабақ бәрі жақсы, бәрін екі жақтан да алып жүре алдым. Жарысқа барған кезде кейбір балалар сотка ойнап отырған кезде мен өзім кітабымды тасып аламын да, сол кезде сол гуманитарлық, әдебиет, тарих пәнінің сабақтарын оқып отырамын. Енді екі жақты деп тілден шатасқаннан кейін екіге ма деп қалдым. Жақсы. Екіге оқымайтыны көрініп тұр ғой, Шалқар. Тоғызқұмалақтың жаңағы жеңімпаз болудың, енді өзіңмен қатар қатысып жүрген балалар бар шығар. Сыры неде? Тоғызқұмалақтың сыры ол бірнеше тактикада деп ойлаймын. Осы. Мәселен қандай? Нені ескеру керек? Не маңызды болу керек жарысқа қатысқанда? Тоғызқұмалақ тақтасына отырған кезде алдымен өзіңді қалай дайындайсың? Тоғызқұмалақта ма? Ол жерде бірнеше дебют болады. Сол дебют арқылы, мысалы, шахматтағыдай сияқты тоғызқұмалақта да екеуі бірге сәйкес келетін сияқты, бірақ тоғызқұмалақта бірнеше тастар болғаннан кейін оны санау кішкене қиынырақ түседі. Бірақ ең басында кейін оны үйренгеннен кейін соның бірнеше дебюттар болады, бірнеше тұздылыққа, айлаға, мысалы байлыққа, айлаға түсіретін кездер болады. Содан кейін оны жеңудің 3 жолы бар негізгі. Тұздық арқылы жеңу, немесе ход арқылы жеңу, немесе байлық арқылы 82-ге толтырғаннан кейін жеңуге болады. Сен қайсысымен көбірек ұтысқа ие боласың? Көбінесе тасқа ойнағанды жақсы көремін. Себебі тасқа ойнап, қарсыластың тасын ала бергеннен кейін оны толтырғаннан кейін тез жеңіске жетуге болады. Ал ходты санап отыру кейін өзіңе жауын болып қайтып кетуі. Ал осы күнге дейін бірнеше жарысқа қатыстың ғой. Ең мықты қарсылас, күшті қарсылас кім болды? Ол халықаралық деңгейде Ахметов Дамир деген бала болған, осы қазақстандық. Сол негізінде тоғызқұмалақ қазақстандықтардан шыққан ғой. Сол бір-біріміз арасында өте көп осындай қақтығыстар болады. Бір-бірімізбен сайысамыз, бір-бірімізді шыңдаймыз. Сол ең қиын болған. Енді ал қоян қолтық шайқасынан облыс бойынша жеңімпазсың. Осыған қашан аяқ бастың? Оған мен ең бірінші 5-ші сыныпта дзюдоға барған болатын. Себебі қоян қолтық шайқас бірнеше өзінде элементтарды кіргізеді. Дзюдо, бокс, самбо дегендей сияқты басқа да спорт түрлерін. Сондықтан мен бірінші сондай аралас жекпе-жекке кірмес бұрын мен осы өзімді дзюдода сынағым келді. Күресте, кейін бокста да, кикбокста да әр жағынан көріп, бәрін қосып, кейін осындай облыстың жеңімпазы атанды. Енді Арайлым, бір сөзбен айтқан кезде 8 қырлы, бір сырлы жігіттеріміз өсіп келеді, иә? Енді арбаның алдыңғы дөңгелегі қалай жүрсе, артқы дөңгелегі де солай жүреді ғой. Үйдегі бауыр інілерің саған қарап өсіп келе жатқан шығар. Иә. Қай жағынан? Енді спорт жағынан ба? Саған айтатын шығар, аға бір жолмен ғана жүр, сол жолмен жүреді, жан жақтан емес деп. Жалпы үйде нешеусіздер? Үйде 4 баламыз. Үлкенсіз ба? Жоқ, мен 3-ші баласымын. Ағам бар. Үйленіп кеткен, әпкем де үйленіп кеткен. Қазір менің артынан қарындасым 7-ші сыныпта келе жатыр. Енді сен қашан демей қойын, не әлде? Ал қарындасың қай саламен келе жатыр? Өзіңнің жолыңды қуып келе жатыр ма? Қандай білім бересің, қандай тәрбие бересің ағаға қарай? Қарындасыма мен өзім білім жағын және интеллектуалды жағын беруді өзім ұсынған болатын. Сол кезде өзі де халықаралық олимпиадаға қатысқан болатын, осы халықаралық арифметикадан. Содан 3-ші орынға ие болды. Оны мен мақтанамын. Білім жағынан, интеллектуал жағынан көбінесе оны итермелеймін. Спорт жағынан өзі қатысады, гимнастикаға, тағы да басқа. Енді
10 сынып бәне дегенше мектепті тамамдап мамандық таңдайтын уақытқа да келіп қалдық. Нені көздеп отырмыз? Қандай маман иесі болғымыз келеді нақты? Мен болашақта бизнес жағын, бизнес саласын қазірден бастап зерттеп жүрмін. Сол бизнесмен болғым келеді. Себебі қазір Қазақстанда таза өнімімізді шығаратын орындар, кәсіпорындар аз. Соның қатарында менің өнеркәсібім болған қалаймын. Және де өзім бренд қалыптастырғым келеді. Осы Қазақстан Республикасын дамыту үшін осы қазақ халқына өзімнің білімімді кейін бергім келеді. Өстіп Қазақстанда жасалған деген өніммен шығатын тауарды шығарғыңыз келеді ғой, иә? Армандар орындалады, мақсаттарың айқын болса демекші, мақсат арманыңа жете бер, Бауыржан. Енді неге бизнес? Себебі бұл жерде жетістіктерінің көбісі тоғызқұмалақ, интеллектуалды ойындар, жалпы спорт. Неге бизнес? Бизнесті жалпы мен өзім тәуелсіз адам болғым келеді. Бағанадай айтып кеткендей, өзім қазіргі қазақстандықтарды көбінесе маркетинг жаққа, social media маркетинг ақсап тұрған саланы кішкене дамытқыңыз келеді ғой, иә? Иә, сол ағылшындардың, шетелдердің оқуларын алып келіп, осы Қазақстан халқына сіңіргім келеді. Шыны керек, бұл жерде мен 10-шы сынып оқушысымен емес, бір зиялы қауым өкілдерімен сұхбаттасып отырғандай болып отырмын, шыны керек. Дұрыс енді. Болашаққа жоспарын білдік, Бауыржанға тек сәттілік тілейміз. Тіл жағына қалайсыз? Қанша тіл білесіз? Жалпы қазір 3 тілді білем. Ағылшын, қазақ тілі, орыс тілі. Еркін дегенде қазір орыс тілі мен ағылшын тілін жетілдіріп отырмын. Бірнеше курстарға жазылып. Ал қазақ тілінде еркін. Қалған тілдерді қандай тілге деген қызығушылық бар? Ағылшын тіліне өте үлкен қызығушылығым бар. Өйткені барлығы осы шетелдерден шыққан, осы Америкадан шыққан бизнестің бәрі. Соның өзім ағылшынша тілді үйреніп, соларын қалай жасайды екен, қандай жолдар бар екен, өзім ішіне кіріп бәрін көргіңіз келеді, иә? Өзім бәрін көргім. Енді бәке, мына бір жүлдеге ие болған кубоктарыңызды, медальдарының бір-екеуімен таныстырып өтсең. Мына жерде бізде? Бұл жерде бізде? Жалпы бұл жерде спорт шеберлігіне үміткер және де сол патриот бойынша медальдің несі тұр, куәлігі тұр. Ал диплом ол Амандық Баталовтың бергені. Көшбасшы. Үздік көшбасшы атанған. Мынау кубок, ал үлкен кубок ол республикалық деңгейдегі тоғызқұмалақ жарысы бойынша. Жақында жарысқа қатысайын деп жатқан жоспар жоқ па алда? Жақында бірнеше жарыс алдыға қойылған. Ол көбінесе наурызда болады, себебі наурызда өте көп мейрам ғой. Сол наурызда осы өзіміздің Талдықорған, Жетісу өлкелерінде, Алматы облысында, кейін оны іріктеп алғаннан кейін республикалық деңгейге шығамыз. Ал енді өнерден барсың, білімнен барсың, спорттан барсың, ән жағы қалай? Ән жағы? Мүмкін билейтін шығарсың. Кезінде билеген. Енді сен менің журналист болуға қалай қарайсың? Журналист болуға? Ол саланы әлі ойланып көрмеппін деші. Бауыржан, сәттілік тілейміз. Өте қуаныштымыз. Осы бір жасыңда ойлауың, бәрі енді өз жасыңа керемет, жоспарың да анық. Енді сол алға қойған мақсаттарыңа сүрінбей жетуге біз шын жүректен тілектеспіз, сәттілік тілейміз. Бүгінгі күнінде сабағыңнан бәрінен жоғары балдық баға қояды ғой, қазір. Бестік деп айта берейік, бестік алып, біздің облысымызды осындай жетістіктерімен алға жетелеп жүре бергейсің. Енді тәуелсіз еліміздің бір тұғырында Қазақстанымыздың беделді, мықты азаматы бол, сабағың тек қана 5 болсын, 11 бітіргеннен кейін өзің қалаған, армандаған маманның иесі бол. Енді өмірде айтады ғой, адам екі нәрседен, яғни таңдаудан шатаспау керек. Бірі мамандық болса, бірі жар таңдаудан. Сен енді мамандығыңнан ешқандай шатаспай, өзіңнің дұрыс, оң бағыттағы жолыңмен келе жатсың.
бұл енді жетістік, соның айғағы. Енді екіншісі өзіңнің көзқарасыңа байланысты. Өзің білесің. Бауыржан, көп рахмет. Студиямыздың қонағы болғаныңа, кейін 10 жылдан кейін, 15 жылдан кейін бизнесмен Бауыржан деп, баба деп отырып шақырып сені қонаққа. Көп рахмет саған. Қымбатты көрермендер, ал біз шағын жарнамаға кезек береміз.